Халық медицинасында ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан бір ерекше емдік құрал күнбағыс майы. Күнделікті ас үйімізден табылатын бұл май тек тағам әзірлеуге ғана емес, денсаулықты нығайтуға да таптырмас көмекші. Әжемізден қалған құнды рецепттер ішінде ерекше орын алатын күнбағыс майымен емделу тәсілдері бүгінгі күні де өз маңыздылығын жойған жоқ. Бұл мақалада сіздерге күнбағыс майының көмегімен қалайша артрозды, маститті және аяқтағы қан айналымының бұзылуын халық емінде емдеуге болатынын кеңінен түсіндіріп беремін. Әжеміздің рецептілері тек қарапайым тәсілдер емес, нағыз өмірлік тәжірибемен дәлелденген шипалы жолдар. Күнбағыс майы, табиғи шипа көзі. Күнбағыс майының құрамында Е дәрумені, омега-6 май қышқылдары, антиоксиданттар және түрлі микроэлементтер бар. Бұл май теріні жұмсартады, қабынуды басады, ауырсынуды жеңілдетеді және қан айналымын жақсартады. Халық медицинасында оны әртүрлі майлы тұнбалар мен компресстер жасау үшін қолданады. Бірінші, артрозға қарсы халық рецепті бодиага мен күнбағыс майы. Артроз буын шеміршегінің тозуынан туындайтын созылмалы ауру. Ол көбінесе тізе, жамбас, иық сияқты буындарда ауырсыну, қозғалыстың шектелуімен көрінеді. Дәріханалық дәрілер уақытша жеңілдік берсе де, халық емінің табиғи жолдары ұзақ мерзімді нәтиже береді. Құрамы: бодиага ұнтағы жарты шай қасық, күнбағыс майы жарты стакан. Дайындау тәсілі: 1. Екі компонентті жақсылап араластырыңыз. 2. Ауырған буын аймағына жағып, жеңіл массаж жасаңыз. 3. Үстінен жылы шарфпен немесе орамалмен ораңыз. Қолдану уақыты: ұйықтар алдында жағу ең тиімді тәсілдердің бірі. Бұл қоспа тері арқылы еніп, терең қабаттардағы қабынуды басады. Артықшылығы: табиғи ауырсынуды басатын әсер. Қан айналымын жақсартады, буын шеміршегінің қалпына келуін қолдайды. Ескерту: бодиага теріні тітіркендіруі мүмкін. Алғашқы қолдануда шағын жерге жағып көріңіз. 2. Маститке қарсы майлы тұнба, ақ лилия мен күнбағыс майы. Мастит емізулі әйелдер арасында жиі кездесетін сүт безінің қабынуы. Бұл жағдай ауырсынумен, қызарумен және ісінумен көрініс табады. Құрамы: ақ лилия гүлдері 3-4 дана, күнбағыс майы 100 мл. Дайындау тәсілі: 1. Лилия гүлдерін майға салып, су моншасында 10 минут қайнатыңыз. 2. Суытып, дайын тұнбаны шыны ыдысқа құйып қойыңыз. Қолдану тәсілі: кеуде аймағына жеңіл массаж жасай отырып, тұнбаны жағыңыз. Ауырсыну басылғанша күніне 2 рет қолданыңыз. Нәтижесі: қабынуды азайтады, қан айналымын күшейтеді, емізу процесін жеңілдетеді. 3. Аяқтағы қан айналымын жақсарту. Лавр жапырағы мен күнбағыс майы. Қан айналымының бұзылуы аяқтардың үнемі тоңуы, ұйып қалуы, ісінуі сияқты белгілермен көрінеді. Бұған қарсы қарапайым, бірақ өте әсерлі халық рецепті бар. Құрамы: ұнтақталған лавр жапырағы 2-ден 3-ге дейінгі мөлшердегі стаканның 3-тен 2-сі, күнбағыс майы 1 стакан. Дайындау тәсілі: 1. Компоненттерді араластырып, шыны ыдысқа құйыңыз. 2. Қараңғы жерде 6 күн бойы тұндырыңыз. Қолдану тәсілі: жылы ванна жасап, аяқтарыңызды жылытыңыз. Содан кейін лавр тұнбасымен сүртіңіз. Орамалмен орап, демалыңыз. Нәтижесі: қан тамырлары кеңейеді, жергілікті қан айналымы артады, ұйып қалу, тоңу сезімі азаяды. Неліктен халық емі маңызды? Халық рецепттері ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан тәжірибе. Әжемнің айтуынша, денені емдеу үшін тек дәріханадан дәрі іздемеу керек. Табиғаттың берген байлығын дұрыс пайдалана білсең, әрбір шөп, әрбір май нағыз шипа көзі. Күнбағыс майы халық медицинасында ең жиі қолданылатын негізгі негіздердің бірі. Ол басқа өсімдік сығындылармен жақсы үйлеседі, ұзақ сақталады, қолжетімді және экологиялық таза. Сақтық шаралары: табиғи өнімдермен емделудің де өз шарттары бар. Емдік майларды қолданбас бұрын мыналарды ескеріңіз. Теріңіз сезімтал болса, алдымен білекке жағып көріңіз. Егер аллергиялық реакция байқалса, қолдануды тоқтатыңыз. Созылмалы немесе күрделі ауруыңыз болса, міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Қорытынды: күнбағыс майымен емдеу табиғат сыйлаған қарапайым әрі тиімді ем түрі. Артроз, мастит, қан айналымының бұзылуы секілді көптеген мәселелерге қарсы қолданылатын бұл халық рецепттері заманауи медицинамен де қатар жүруі мүмкін. Ең бастысы, денсаулығыңызға бейжай қарамау. Әр ауырсыну ағзаның көмек керек деген белгісі. Осындай кезде әжеміздің табиғи рецепттері денеңізге де, жаныңызға да жылылық сыйлай алады.
Біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Халық емінің басқа да пайдалы кеңестерімен бөлісіп отырамыз.